Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, керемет тіске басар кәдеден, кабашкеден мини рулеттер әзірлейміз. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен кабашкаларымызды жақсылап жуып алып, кабашкеміздің екі шетін және ең бірінші тураған шетін алып тастаймыз. Қалған шеттерін барлығын ұзын шағып, турап дайындап аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларымды бірінші болып көре алатын боласыздар. Осылай кабашкаларымыздың барлығын турап дайындап алдым. Енді кабашкеміз қуыруға бізге жұмыртқамыз, ұнымыз және паниришный сухаримыз қажет. Жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Паниришный сухарик менде осы түрін пайдаландым. Корейский паниришный сухариктің. Ең алдымен кабашкемізді ұнымызға жақсылап араластырып, екінші жұмыртқамызға, үшінші паниришный сухаригімізге айналдырып дайындап аламыз алдын ала барлығын. Ең алдымен осылай тағы да көрсетіп жатырмын. Кабашкеміз ұнымызға, екінші жұмыртқамызға, үшінші паниришный сухаригімізге жақсылап араластырып барлығын дайындап аламыз алдын ала. Сковородкамызға отқа қойып, орташа майымызды құйып, орташа отта кабашкаларымызды дайындап алған. Қуырып аламыз, қып-қызыл қып. Екі бетін аудара отыра. Майымыз қатты қызып кетпесін, орташа отта қуырыңыздар. Қып-қызыл әдемі болып шығады. Осылай екі бетін аудара отыра. Қып-қызыл қып қуырып алдым. Осылай қуырсаңыздар өте әдемі болып шығады. Дайындаған кабашкаларымызды майымызға салып, екі бетін аудара отыра, қып-қызыл қуырамыз. Осылай қып-қызыл қуырып алдым. Осылай барлық кабашкаларымызды қуырып аламыз. Қуырып дайындап алдым. Енді салмамызды дайындаймыз. Салмамызға мен осы екі түрлігі пайдаландым. Майонезімізді салып, үстіне укропымызды майдағып турадым. Біреуіне чеснокты майдағып өткізіп алдым. Салмасын қалай дайындасаңыздар да, ол өз қалауларыңызда. Мен осы екі түрмен жасадым. Екі түрде отбасыма қатты ұнады. Осылай салмамызды дайындап алып, қуырып алған кабашкемізге салмамызды жағып, ортасына әдемілік үшін мен укроп қостым. Осылай жинап шығамыз кабашкаларымызды. Қуырып алған кабашкемізді алып, салмамызды жағып, ортасына әдемілік үшін укропымызды қостым. Осылай дайындап аламыз. Қуырып алған кабашкемізді алып, екінші түрлі салмамызды жағамыз чесногымызбен. Ортасына мен помидор қостым. Осылай жинаймыз кабашкемізді. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай помидорымыз қосып, кабашкемізді алып, ортасына салмамызды жағып, осылай дайындап алдым. Осымен керемет мини рулеттеріміз дайын. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін.